Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Адамдар ашуланып, жақындармен бет көріспей кетіп жатады. Жүректерін жаралап, тіпті қол көтеріп, қол жұмсауға дейін апаратын ашуды бүгін біз қолға жақсылап алып, қалай тез арылу керек жолдарын білетін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Сіздермен Алтынай Аман және осының барлығын көрсететін кармология арнасы. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бүгін мен сіздермен кішігірім болса да өте үлкен көмегі бар эзотерикалық керемет бір әдістермен бөліскім келіп тұр. Яғни бұл әдістердің барлығы сіздің ашуыңызды тез әрі нақты керек келсе басуға бірден бір ықпалын тигізеді. Ендеше мен бастаймын. Тез ашуды басып, стресстен тез арылу керек болған жағдайда, онда сіздер былай жасаңыздар. Бүткіл ойыңызды ойша маңдайыңыздың дәл қақ ортасына апарыңыздар. Сонымен қатар нақты сол нүктеге өзіңізді қарап тұрмын деп ойлаңыздар. Бұл менталдық нүкте. Яғни осылай жасасаңыз, сіз міндетті түрде ашуыңызды, яғни агрессияңызды басасыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі лайфхакқа көшеміз. Ал сіз бұл эфирге лүпіл бастыңыз ба? Егер сіз әр нәрсеге ашуланшақ, қитетсе абалап, арпылдап шығатын адам болсаңыз, күнделікті киіп жүрген киіміңіздің қалтасына кішігірім мөлшердегі ромашка гүлдерін салып қойыңыздар. Бұл сіздің ашуыңызды біртіндеп жоятын болады, әрі кері энергиялардан қорғап тұратын болады. Қайда жүрсеңіздер де, қандай киім болса да міндетті түрде қалтасына салып қоюды ұмытпаңыз. Үшінші лайфхак. Өмірде көптеген жағдайлар болады ғой. Мысалы, сіз бір ашушаң ортаға тап болып қалсаңыз, я болмаса ашушаң жерде жүрсеңіз, айналаңыздағы адамдар өте бір сондай ұзаққор, агрессивный адамдар болса, онда былай жасаңыз. Өзіңіздің аураңызды әппақ түс ретінде елестетіңіз. Яғни аураңыз ақ түсте болу керек. Бұл әдіс сіздің қасыңыздағы адамдарды тыныштандырады. Барлық жағдайда да керек дүние. Мысалы, егер сіздің үйіңізде ішімдікке өте құмар, мысалы, күйеуіңіз ішімдікке өте құмар болса, ол мас болып келгенде міндетті түрде осылай елестетсеңіз, ол жай ғана барады, ешқандай ашуын сізден алмайды, жай ғана барып ұйықтап қалатын болады. Сол секілді жалпы барлық әдістерді игілікке қолданыңыздар. Аман болыңыздар. Егер осы эфир сіздерге пайдалы болып жатса, мен өте қуаныштымын. Міндетті түрде кармология арнасына тіркеліп, лүпіл басып, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде пікірге қойыңыздар. Арнада жалпы көптеген өте пайдалы эфирлер бар, барлығын қарап шығыңыздар. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.